Бір-екі ауыз Американың ішкі жағындағы саясатқа кезек берейік. Трамп менен Харвардтың ұрысы жалғасып жатыр. Менен бұл арада Гарвард деп орысша айтпаймын. Ағылшынша Харвард. Бітті Харвард. Орыстың Гарвард деген оттаған сөзін қазақ журналистері қалталарына салып қойсын. Америка Харвард десе, Харвард деп атаңдар. Неге он Харвард орыстікі ме, ресейдікі ме? Егер Харвард университеті ресейдікі ме, сонда Гарвард деп атасаңдар, окей. Американың Харвард университетін орыстар Гарвард десе, жынды қазақ қосылып Гарвард дейді. Американың Холливудын орыстар Голливуд десе, жынды қазақ ілесіп Голливуд дейді. Американың Тексасын орыстар Техас десе, жынды қазақ ілесіп Техас дейді. Орыс боқ жесе, боқ жейтін қазақ қой. Орыс шекесіне боқ жағып алып, мынау мода екен десе, қазақ ілесіп боқ жағып алады. Міне. Қазақтардың, білмеймін, орыс дүниедегі ең бақытты халық шығар деп қалам. Неге? Орыстың арман, орыстың өзінен арман, ғашық болып есінен айырылып сүйетін қазақ дейтін топас бар да. Мен бір халықты, екінші бір халық осындай жақсы көретін, жер бетінде құбылысты көрген жоқпын. Шведтерді жақсы көретін, немістерді көрген жоқпын. Француздарды өліп жақсы көретін, Алжир көрген жоқпын. Ағылшындарды сүйіп, жақсы көріп, тамсанып, басын изеп, бүйтіп отыратын Ирлан көрген жоқпын. Испандарды жақсы көріп, балқып кететін каталан көрген жоқпын. Бірақ орыстарды көріп, буын-буыннан жан кетіп, балқып, тура сүйген жарын құшақтап, еміренгенде еміреніп, орыстың осырығының өзін француздың атырынан арман көріп, басын бүйтіп шайқап, рахаттанып, тұмсығын тығып, орыстың қолаңсасын бүйтіп, шіркін ай, басым жазылды ғой дейтін бір топас қауым бар да, қазақ дейтін. Орыстың ана сасық қолаңсасы, соның өзін бүйтіп, искеп, рахаттанып, басы жазылатын қазақ бар да. Ол қазақ Америкада да орысшыл. Америкада қазақтардың телеграм группалары бар, орысша жазады. Америкада қазақтар бірімен бірі бас қосқанда орысша сөйлеседі. Құдай төбелеріңнен ұрып қойған екен деймін ғой.